деп қарасақ 60 жасты қарсылайын деп тұрмыз да. Өзім 38 жыл менет тәжірибемде Қарақалпақстанның түрлі ауылдарына, районларға барғанмын. Бірақ Тақтакөпірге соншелік келіп, Қаратерең бойларына, Бөріштау бойларында төбелеріне шыққанмын. Лекін бүгін мінекей сол Тақтакөпірдің бір ең шеткі ауылдарының бірі Белтау ауылқарлар жиынында қат көтерген этно ауылды көріп, өзім бір хауес еткен нәрсем болды. Ол да болса, сол біздер балалықта көрген қар үйлеріміз бар еді. Одан кейін студент уақытымызда бір берең сараң ауылlarda қар үйлерді көргенбіз. Неге бүгін сондай қар үйлерді тіккен, бұл жерде түрлі миллет уәкілдерінің қар үйін көрдік. Түркменнің өз алдына, өз этнографиясына, өзінің этномәдениетіне сәйкес қылып безелген. Біздер жаңа қырғыздың қар үйін көрдік, қырғыз миллетіне тән, қазақ, қарақалпақ. Неге сол қар үйлерде көре отырып, біз өтінішке бір нәзер тасладық. Бұл қар үй ата-бабаларымыздың қоныс басқан үлкен бір бақыт отауы болған. Шаңарақ бұл бақыт қорғаны болса, сол қар үйлер бақыт қорғаны. Сондай бір қар үйлерді көрген уақытымызда һәммесін бір аппақ қылып түңліктерін жауған. Бұл аппақ түңлік халқымыздың абадан тұрмысынан сәулеленіп тұрыпты. Халқымыздың ақ көкіректілігін, ырысқы несібесінен сәулелендіріп тұрғанын анық сездім. Соныңменен бірге Садырбай Исмаилов деген фантаст жазушымыздың өзінің шығармасында түңлік хақында бір жақсы эпизод береді. Бұл адам сол қар үйде отырған уақытта, от жаққан уақытта түңлікті ашып қою керек. Егер де қар үйде от жаққан уақытта түңлікті ашпасаң, түңлік тесіледі. Түңліктен кейіннен жауын шашын болғанда, қар жауғанда үй вайрангершілікке алып келеді. Үй вайран болады деп. Бұл нәрсе менің тұмсалында нәрсені айтып өткім келеді. Бүгінгі күні ана табиатты қорғайық дейміз ғой. Ана табиат озон қатламы тесілсе, онда инсаният жоқ болады. Неге сол қар үйдің түңлігі қаншелі беккен болса, шаңырақ беккен болады. Шаңырақта ауызбіршілік, шаңырақта әулетлар дауым етеді. Сондай біздер сол озон қатламын сондай қылып асырауымыз керек, қар үйдің қылып. Кейіне бүгін сондай бір жақсы театрластырылған сахнаны көрдік. Өзбек ауылының қызын Қарақалпақ ауылына келін қылып түсіріп, екі елдің өзінің милли салт дәстүрлерін сәулелендірді. Бұл да болса сол әзелден Қарақалпақ, қазақ, Қарақалпақ, өзбек, қырғыз, түркменнер бұл ауылы аралас, қоралас болып, бір-бірінің милли дәстүрлерін бір-біріне сіңдірген халда бірге жасап кеткен халық екенімізді көрсете білдік. Мен бүгінде ойлап қарасам, сол ең Тақтакөпірдің бір шеті Жаңадария, ямаса мүлік қожалығы деп ойлайтын едік. Неке бүгінгі сондай бір табиаттың сұлу төбешіктерінің ортасында пайда болған қалашаның өзі бұл адам жерінің, адамның аяғы барған жер гүлстан болатұғының, бостан болатұғының дәлеледі. Бұл сонымен біргелікте сол жұртбашымыздың экотуризмді рауажландыру, туризмді рауажландыру, мәдениетті рауажландыруға қаратылған Қарақалпақ халқының, Қарақалпақстанның социал-экономикалық рауажлануына қаратылып отырған қамқорлығының текарында неке тағы бір туризм орайы ашылды. Бұл туризм орайы әлбетте бірінші кезекте өтмішпенен бүгінгі тұрмысты һәм келешекке салынып отырған үлкен көпір деп ойлаймын. Неке сол қаншелі сол асфальт жоллар келген, сол үйінің қимылдамай келетұғындай қылып жоллар салынған. Неке бұл жоллар инсанларды жақсылыққа бірлестіруші, ауылды, қаланы, миллетлерді, мемлекеттерді бірлестіретұғын менде сондай жолдар салынған екен. Әрқашан жолымыз раушан, келешегіміз айдын болады деп ойлаймын.